Тосынсый оңбағандар. Король қайта оралды. Иә, достар, көздеріңізге сеніңіздер. Бұл өтірік емес, 5 жылдық үзіліс, миллиардтаған ақша, қымбат кемелер мен шексіз кештерден кейін жекпе-жек тарихындағы ең танымал атышулы Конор Макгрегор ресми түрде октагонға оралды. Осы демалыста ол өзінің ескі танысы, қазіргі ең қауіпті спортшы Макс Холлоуэй мен бүкіл әлем Конордың бұл оралуын күтті. Лас-Вегастағы билеттер небәрі 4 минуттың ішінде толықтай сатылып кетті. Конор шынымен де Холлоуэйді тағы да суытып түсіреді ме? Әлде бұл ирландиялықтардың мансабының соңы ма? Бүгін біз осы ғасыр жекпе-жегінің бүкіл құпиясын ашамыз. Лайкты басып каналға жазсаңыз. Ендеше кеттік. Бұл жай ғана төбелес емес, бұл үлкен тарих. Олар алғаш рет 2013 жылы. Ол кезде Конор Максты төрешілердің бірыңғай шешімімен жеңіп кеткен. Бірақ содан кейін не болды? Конор 2 салмақтың алғашқы чемпионы болып спорт тарихын өзгертті. Миллиардерге айналды. Ал Макс Холлоуэй өзінің жеке дәуірін құрып, осы ұйымның ең үздік боксшысына айналды. Енді міне, тағдыр оларды жалтарай орта салмақ 77 келде қайта жолықтырып отыр. Бірақ қазір сарапшылар мен басқа спортшылардың 80% Конордың жеңісіне мүлдем сенбейді. Неліктен? Көпшілік Конорды ішімдікке салынды, спорттық бабын жоғалтты деп сынады Инстаграмда. Бірақ Конор бұл дайындық лагеріне өте тыныш болып, тек тер төккенін айтады. Ол журналист алдында: сендер менің сесті айбынымды ұмытып қалдыңдар. Мен октагонға өнер туындысын жасау үшін шығамын. Макстың басын жұлып аламын деп бұрынғы ескі өткір сөздерін қайта қосты. Расында да соңғы суреттерде Конор өте үлкен, бұлшықетті көрінеді. Бірақ оның қарсыласы тынысы таусылмайтын, соққыдан ешқашан құламайтын темір адам Макс Холлоуэй. Егер Конор алғашқы 2 раундта да Максты сулатып үлгермесе, кейінгі раундтарда Холлоуэй оны тірідей соққының астына алады. Бұл жекпе-жектің астарында үлкен саясат жатыр. Неліктен ұйым басшылары Конорды бірде осындай қиын қарсыласқа салды? Өйткені жоспар үлкен. Қазірдің өзінде жеңіл салмақтағы чемпион Ислам Махаевич ресми түрде мәлімдеме жасап отыр. Егер Конор Максты жеңсе, мен онымен келесі жекпе-жекті өткізуге дайынмын, деді. Елестетіп көріңізші, егер Конор кешегі футболшы Рональдо секілді жеңіліп жылап кетпей Холлоуэйді сулатып салса, спорт әлемінде тағы миллиардтаған долларлық үлкен кездесу басталады. Бүкіл ұйымның болашағы осы жекпе-жекке тіреліп тұр. Достар, 12 шілде таңертең біз тарихтың куәсі боламыз. Король шынымен тағына қайта орала ма, әлде Холлоуэй аңызы бір жола зейнетке жібере ме? Менің болжамым, егер Конор бірінші раундта сол қолмен дәл тигізсе, таза жеңіс. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Пікірге өз болжамдарыңызды жаза кетіңіздер. Конор әлде Макс? Видеоға лайк басып жекпе-жекті өткізіп алмаңыздар. Сау болыңыздар. Амандықта кездескенше.